Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп көрейік. Ерте тұрады, жар шақырады. Ол не? Дұрыс айтасың, әтеш. Бүгін біздің сабағымыздың қонағы әтеш. Ол өзімен бірге сұрақтар ала келіпті. Қане, бірге жауап беріп көрейік. Қоян не жейді? Бізді ауырғанда кім емдейді? Балалардың ең жақсы көретін тәттісі не? Әкеміздің анасын кім деп атаймыз? Дұрыс айтасыңдар. Сәбіз, дәрігер, кәмпит, әже сөздеріне қай дыбыс ортақ? Әрине, ә дыбысы. Бүгін біз ә дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл ә дыбысының бас және кіші әрпі. Әтеш сөзі ә дыбысынан басталады. Қане, буынға бөліп көрейікші. Әтеш. Екі буыннан тұрады. Дыбыстық талдау жасап көрейік. Ә дауысты. Т дауыссыз. Е дауысты. Ш дауыссыз. Ә дыбысы айтқанда созылып, кедергісіз айтылады. Яғни ол дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Ережені есімізге түсірейік. Дыбысты айтамыз, естиміз, әріпті көреміз, жазамыз. Оқылым. Менімен бірге қайталап оқы. Әже, әже, әжем, әжем, әпке, әпке, әке, әке, әкем, әкем, әпкем, әпкем, шә, шәлі, шәлі, шәріп, шәріп, дә, дәрі, дәрі, дәке, дәке, кә, кәрі, кәрі, кәде, кәде, күә, күә, сірә, сірә. Өте жақсы. Жазылым. Ә әрпінің бас және кіші әрпін алдымен ауаға, сосын дәптерге жазып көрейік. Бас әріп 1, 2, 3. Кіші әріп 1, 2, 3. Әтеш сөзін дәптерімізге бір жолға жазып көрейік. 1, 2, 3. Т әрпі 1, 2. Е әрпі 1, 2, 3. Ш әрпі 1, 2, 3, 4. Осылай бір жолға жазып шық. Өте жақсы. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Түсіп қалған әріптерді толықтыр. Қандай сөздер шығады? Керемет. Сонымен балалар, бүгін біз ә дыбысы және әрпімен таныстық. Ә жіңішке дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Ә дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі екен. Сиқырлы әліппеміздің басқа да әріптермен танысу үшін арнамызға тіркеліп, видеолар бөлімінен қарап көр. Келесі кездескенше қош сау бол.